өнерде қара тізім бар ма? Казмедианың остановкасында 1 сағат отырып жыладым. Сенің өзіңдің қара тізімің бар екен ғой. Мен өзімнің әріптесім туралы, танымал адам туралы менде мәлімет жеткілікті. Көп адамдар маған сондай ала көзбен қарады. Содан бері ештеңе өзгермеді дейсің ғой. Анау Ақтаудың шетіндегі абақтыға бардым. Мен бір пендеге мен түрмені басып аттауын тілемеймін. Мен өмірімде сол өзім танымайтын бір қазақтың қара домалақ баласын істеп түрменің босағасын аттадым. Сол мен отельге кірген кезде дәл босағасында мен талып қалдым. Елге есеп бергім келіп. Мен осындай жексұрын болдым. Халықтан жиналған ақшаның киесі бар ма деп қалдым. Осы киесі мені де басқа ақша жинаған адамдарды да ұрды деп ойлаймын. Әлі де ұрады деп ойлаймын. Қазір қарым-қатынастарың қалай? Мен ойлаймын, Азамат, Назгүл екеуі де мені дұшпандарының бірі деп санайды. Бір қазақ өз еркімен мына жылы креслоны тастап кетті деп маған айтшы кәне. Парламентта әнші, биші, күйші, спортсмен, блогер, шмогерлар отырмау керек. Не айтасың конституция туралы? Мен тіпті мемлекет ауыстыруым да мүмкін. Алло, күтіп отырмын, әңгіме бар. Армысыздар, құрметтілерім. Бүгін бізде әңгіме барда ерекше қонақ. Өздеріңіз күткен қонақ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, аға ұстаз, педагогика ғылымдарының кандидаты, әнші, актриса Меруерт Түсіпбаева. Тадам! Сәлем. Меруерт. Сәлем. Айнұр, көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Енді осы сенің подкастыңды қарап жүремін. Шақырғаныңа рахмет. Саған да көп рахмет. Бәріңіз білесіздер, Меруерт жай ғана әнші емес, актриса емес. Дәл қазір мен ол кісіні қоғам белсендісі дер едім. Солай ма, Меруерт? Иә, солай. Енді мен ойлаймын, маған халқым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деген атақты халқым 14-ші жылы берген. Сол үшін мен құрсын, пәлесінен аулақ, айтпай-ақ қояйын, үндемей-ақ қояйын, ертең ананың қалай бет жүзін көрем деген сияқты. Біреулер үндемей, жарайды, бола берсін, құрсын, маған тимесе болды деп жүре алмайтын қайраткермін. Өйткені маған халқым осындай атақ берді. Мен айтуым керек, мен жазуым керек. Тамаша. Ал жақында Инстаграмда мен қара тізімдемін, Айнұр Асанбердіге сұхбат берем дедің. Түсінбей қалғандар бар. Иә. Жалпы өнерде қара тізім бар ма? Енді қара тізім бар, және қара сандықта сақталған сырлар да бар. Қара деген енді өзі бір тұнық рең ғой. Қара тізім деген нәрсе, мен ойлаймын, ол Совет одағында да болған, қазір де бар, бірақ енді өз басым, мен қара тізімнен қорықпаймын. Баяғыда әжелеріміз айтатын еді ғой, бұдан да қиын кезеңде тойға барғанбыз деп. Сол үшін мен енді, Құдайға шүкір, тойдың ортасында жүрген адаммын, сол үшін мен енді қара тізімнен қорықпаймын. Кім біледі, енді осы бүгін мына сізге сұхбат барысында айтқым келетіні, менің дұшпандарым бар, және менің дұшпандарым өте бақытты адамдар. Өйткені мен ол дұшпандарыма барлығын ашық, айқын айтамын, жазамын, тартынбаймын. Олар менің дұшпандарым, менің барлық олар туралы айтқандарымды естіп біліп отырады. Ал менің кім дұшпан екенін, менің дұшпаным кім екенін мен білмеймін. Сол үшін мені қара тізімге кім қойды, ол енді беймәлім.
бірақ енді былай болжаммен білемін негізі кім осы мені қара тізімге қойып отқанын. Екінші жағынан дәл қазіргі уақытта мен сол жаңағы видеоны жариялаған кезде менің талай оқырманым жазды: біз теледидар қарамаймыз, біз YouTube қараймыз, біз Айнұрды қараймыз, біз Жанарды қараймыз, біз Аманды қараймыз, біз YouTube'тан көріп аламыз деген сияқты. Сол үшін мен енді сасып отырған жоқпын, қиналып отырған жоқпын. Менің жолымды адамдар тосып жатса, менің жолымды жауып жатса, енді олар аман болсын. Мен өзімнің дұшпандарымды жақсы көремін. Ол қара тізімді мемлекеттік қызметкерлер жасай ма, әлде өнер адамдар ма? Енді мен ойлаймын, мемлекеттік қызметкерлер кейбір өнер адамдармен осылай біз міне қалай сөйлесіп отырмыз, солай сөйлесе береді деп ойлаймын. Яғни құрбылар. Иә, құрбы, таныс, тамыр. Негізі біздің мемлекетіміз енді коррупциядан бір білмеймін, 3-4 орында шығар, солай ойлаймын. Және коррупция бар екені ол айдан анық, оны мен ойлап тауып отырған жоқпын. Енді сол үшін және де негізі қазақ өзі анау қарға тамырлы қазақ деген сөз бар ғой. Қазақта біреу рулас, біреу жаңа жерлес, біреу құда, біреу жекжат. Солай бір-бірін қолдап жүреді. Мені қолдайтын халқым және бір Құдай қолдайды деп ойлаймын. Ал қара тізімге енгендер сонда не істей алмайды? Телевидениеге бара алмайды. Бір күлкілісі, бір қызығы, мен негізі анау таңертең ерте тұра алмаймын, еркемін ғой. Сол үшін жаңағы Оян Қазақстан деген сияқты хабардағы, ұлттық арнадағы Таңшолпан деген сияқты сондай бағдарламаға мені шақырған кезде, ой жоқ қыздар, мен таңертең ерте тұра алмаймын, жоқ бара алмаймын дейтінмін ғой. Одан кейін мен қара тізімге түскенімді көрдім де тексеріп көрейінші дедім. Сонымен осы жақында Астанаға ұшып бара жатқанда, енді төменгі сатыда жүретін администраторлар, менеджерлер, жай қарапайым адамдар. Сонымен бір Нұртай деген жігіт хабарласып маған: сіз келе жатыр екенсіз ғой, Оян Қазақстанға шығыңызшы деді да хабарға. Жарайды шығайын деп қойған ғой. Енді ұшып келіп екінші күні қалай не болады екен деп күтіп отырсам, ол жігіт жазады ғой: жеке подкастқа барасыз ба, біз анау сайлауға қатысты, оразаға қатысты, тағы да сонымен сізді шақыра алмай жатырмыз деген сияқты. Енді оның бәрі егер мен нақты сенімді болмасам қара тізімде екенімді, мен оны айтпайтын едім. Ол ақиқат, ол бар нәрсе. Және жаңа жылдық көрсетілімдерде де мені көп арналар шақыратын жылдың аяғында. Көп арналар кәдімгідей маған, менің көмекшім хабарласқан кезде: ой, бұл кісі тізімде жоқ екен, кешірім сұраймыз деген сияқты сондай продюсерлер сондай хаттар жазды. Енді бір шақырған арна, ол жаңа жылдық әселерге шақырды, Евразия арнасы, ұмытпасам. Бірақ енді тағы да айтам, Құдайға шүкір, мен ренжімеймін де, өкінбеймін де. Мен айтпасам, сіз айтпасаңыз, мен үндемесем, сіз үндемесеңіз, осы қоғамда болып жатқан, өнер адамдардың ортасында болып жатқан мәселелерді мен көтермесем, сіз көтермесеңіз, онда қалай боламыз? Бұл зайырлы мемлекет. Яғни біреуге жақпай қалсаң, сені телевидениеға шақырмайды, концерттен алып тастайды. Иә, сондай бар. Ол дәл қазіргі уақытта мен сондай кезеңдемін. Концерттерден алып тастады ма? Жаңа айттым ғой, ол жаңа жылдық көрсетілімдер, мәселен мен... Мысалы сен барып тұрып, әніңді айтып, сосын қиып тастаған кездер болды ма? Хабар арнасы мені арнайы шақырып, осыдан біраз, білмеймін, бір жарты жыл өтті ме екен, 5-6 әнімді кәдімгідей мен үстімдегі киетін әртүрлі киімдерімді бір үлкен чемоданға салып алып, Алматыдан Астанаға ұшып, хабар арнасы қаншама адам түсірді оны. Оны ақыры берген жоқ. Мен Фейсбукта хабар арнасының бастығы Кемелбек мырзаға кәдімгідей Фейсбукта жаздым. Мені неге түсірдіңіздер? Ол деген қаншама адамның еңбегі, операторлардың кәдімгідей уақыты. Енді егер үстінен сондай не келсе, бұйрық келсе, онда мен ойлаймын, ол кісілер білмей қалды деп.
сені шығармау керек екенін білмей түсіріп алды, Иә, сосын түсіреді. шығармады. Иә, сондай болады, иә. Не деп жауап берді басшылық? Ол кісі жауап бермеді ау деймін Фейсбукта, бірақ оқыған шығар, өйткені Фейсбукта менің достығымда бар ол кісі. Содан кейін жекесіне де жаздым, бірақ ол кісіден мен жауап алмадым. Мәдениет министрлігімен хабарласпадың ба? Айнұр, мен жас әнші емеспін. Мен айтарымды айтып, боларымды болып, болған 55-ке келген әйелмін. 25 жыл бойы мен өнерде жүрмін, және де тағы да айтамын. Эстрада ол жастардың алаңы. Мен ешқандай өкінбеймін. Айттым, шықтым, айттым, болды. Ал енді бар, біреуге жалынып, біреуге хат жазып, домалақ арыз жазып, ондай мүлдем менің өзімнің мінезімде жоқ та. Және де ешқандай, мен ойлаймын, еш нәрседен құр қалып жатқан жоқпын. Міне, сен шақырып жатсың. Әрине. Мен ешқандай нәрседен, қалады. халқым бар, өзімнің оқырманым бар. Ол оқырмандардың барлығы тірі оқырмандар. Кейбір адамдарда, кейбір әншілерде 3 миллион, 2 миллион деп тұрады. Қаралымды қарасаң, 100 адам, 4000 адам қаралған қаралым бар. Ал менің сол 372 мың адамым бәрі тірі адамдар. Бір кезде трендке еніп, менің бір таныстарым айтқан ғой, 200 мың төле, 300 мың төле, давай накрутим оқырмандар. Мен айтам, ол не үшін керек? Бұл жалған. Жалған ақпарат. Мен қазір 1 миллион қып қоя аламын. Бір 500 мың төлесем, 1 миллион қып қояды. Ал енді ол сенің парақшаңа кірген адам көріп отырады ғой оны. 4 мың, 3 миллион, 2 миллион деген адам қарасаңыз, ана жерде 4 мың қаралым, ол ят емес па? Ол көзбояушылық. Біз негізі қазақтар көзбояушылықты жақсы көреміз. Орыстар айтады ғой, пыль в глаза бросить деп, анау есерсоқ, мақтаншақ деп Абай айтады ғой. Сондай нәрсені негізі жақсы көреміз. Мен жаңа айттым ғой, қара сандық түбінде жатқан сырлар бар деп. Мен әр өзімнің әріптесім туралы, әр танымал адам туралы менде мәлімет жеткілікті. Қара сандық түбінде жатқан. Яғни қара тізім ол жайден жай шықпайды. Жайдан жай шықпайтын шығар, білмеймін. Мен шынын қара айтсам, жәшікте жайден жай пайда болмайды. Бәлкім қара жәшікте, енді мен айтайын дегенім, мен АЭС туралы видео салған, ұмытпасам, 1-2 өнер адамның ішіндегі адамдардың біреуімін. Ол менің өзімнің пікірім АЭС туралы. Мен ол жерде Гонконгта жүрген болатын, сол кезде маған Аида Балаеваның көмекшісі хабарласты. Атын айтпай ақ қояйын. Менде ол хабарласқан телефонның несі барлығы тұр. Енді былай қарасаңыз, хабарлама болғанда хабарласқан ғой, қай телефон хабарласқаны барлығы тұр. Ол кісі маған хабарласты, мен әрине оған негізі дайын болдым. Және де бізде анау Танагөз Толқынқызы жазып жатыр ғой қазір актуально, қазақ жағымпаз деп. Бізде адамдар жағымпаз ғой негізі. Ол Аида Балаеваны, ханымды, мен Инстаграмда бір мәселе болса, кәдімгідей ашық жазып, ол кісіні көрсетіп, отмечать етіп, қоя берем. Мен ол кісі неге қорқуым керек? Ол да пенде, мен де пендемін. Ол да әйел, мен де әйелмін. Бүгін ол кісіні тізгінді ұстап отыр. Оны бір Құдай біледі, 5 жылдан кейін тізгінді мен ұстауым мүмкін, сіз ұстауыңыз мүмкін. Сол үшін дүние кезек. Енді ол кісі өзі біледі, білмеймін, көмекшісі хабарласты. Содан басталды деп ойлайсың ба, Меруерт? Кім біледі енді, кім біледі, мен ешкімді жаңағы дәл бүгінгі күні содан басталды деп айта алмаймын. Негізі одан кейін де біраз уақыт өтті ғой. Енді менің сол айтпағым, мен негізі қай жерден жел есіп тұрғанын былай болжаммен білемін. Қай жерден жел есіп тұрғанын. Түсінікті. Негізінен енді мен айналшықтамай қояйын. Сұрақты төтесінен қойсақ. Карантин кезінде сен Майра Ильясова апайымызбенен біраз Инстаграмда қарсы пікірлер жазып. Ол карантин кезінде емес. Одан бұрын ба? Ол былай болды. Карантин кезінде маған жекеме Шабыттың студенттері қоймай хабарласты.
мен соны жаңағы ішкі түйсігім өте биік негізі, соған мүлдем кіріскім келмеді. Әліби деген шабыттың студенті Өтепберген, барлығы біледі, сіздің оқырмандарыңыз біледі. Әліби деген шабыттың студенті педофилияға қатысты бір қылмыстық іске байланды. Ол кезде көп блогерлар атойлап, қазір атын атап, түсін түстесем тағы бәле болады. Халық біледі, ақша жинады. Содан маған да студент деген, мен өзім студенттер тәрбиелеймін, сол үшін студенттерге жақынмын, етене жақынмын. Сол үшін жарайды деп сол кісілердің сағын сындырмай, мен Майра Ильясова әпкеме хабарласып, сонымен біз енді біраз хат дайындадық. Пандемия кезінде мен анау бетіме маска киіп алып, сол хатқа қол қойғызу үшін атақты біздің иман дыбысын Асанәлі Ашимов ағамызға қол қойғызып, Нұрғали Нүсіпжановтан бастап ылғи танымал адамдарға қол қойғызып, қол жинадық, петицияға қол қойдық. Оны мен жаңағы Астанаға жібердім, аэропорттың барлығы жабық, әйтеуір бір амалын тауып сөйтіп, енді біраз қоғамдық жұмысқа белсене кірісіп қатыстық. Ол жаңағы Майра Ильясова әпкеммен болған кикілжің негізі маған ешқандай қатысы жоқ. Өмірімде көрмеген бір қазақтың баласы, қара домалақ баласы, сол Әліби Өтепбергенге қатысты кикілжің сол орайда басталған болатын. Ол былай болды. Біз біраздан кейін ақша жинадық, бізге адвокаттарға ақша керек болды. Өйткені қалалық, облыстық, райондық соттардың барлығында Әліби жеңіліп, Әліби енді тұтқындалатын болды. Сотталды. Сотталатын болды. Сол үшін біз ақша жинаймыз деп шешім қабылдадық. Халық біледі, ақша жиналды. Одан кейін енді мен Алматыдамын. Көп жұмыспен Майра Ильясова апайым өзі айналысты, адвокат жалдады, сондай жұмыстар жасалынды. Бір күні Астана арнасында ең соңғы рет, негізі көп бағдарлама түсірілетін, есіңде бар ма? Әлібиге қатысты көп бағдарлама түсірілетін. Өйткені бұл резонанстық уақиға болды, Меруерт Өтекешеваның студенті. Ал мен дүниеге келгенде менің әкем сол кісінің атымен қойғантын. Сол үшін жаңағы знаки дейміз ғой біз. Белгілер. Белгі, өмірде белгі мекен. Ол Меруерт әпкемнің жанында мен де бір жалау болып жүрейінші, шашбауын көтеріп деген менде ой болды негізі. Әйтпесе, желіде ақша сұрайтын, көмек сұрайтын адам 1045 қой. Түсінесіз ғой? Саған да солай жазады. Сол үшін мен сол осы балаға бұрылып көмегімді беруге тырыстым. Содан халықтан ақша жиналды. Одан кейін бір күні бір Астана арнасының кәдімгідей бір рет көрсетті да қоя қойды да олар. Және де YouTube арнасынан алып тастады ол бағдарламаны. Сол кезде Майра Ильясова болды, әкесі болды, көп студенттер болды шабыттан. Содан кейін бір адвокат келді де Әлібиді 7-8 рет әлішер деді. Бағдарлама кезінде, Бағдарлама барысында. Сосын мен ойлаймын, бұл әділетті. Менің ойым өте әділетті. Мен ғана ойлаған жоқпын, барлығы ойлады. Бұл енді ақша төленген адвокат болса, бұл Әлібидің атын әлішер деп отса, онда бұл не болды деп. Сонымен мен қатты өкіндім. Сенесіз ба, мен білмеймін, анандай эмоцияның адамым. Мен сол бағдарламадан кейін шықтым, ешкімге қарамадым, шықтым да Казмедианың остановкасында 1 сағат отырып жыладым. Білмеймін, мен өте бір жағынан өкіндім осы іске қатысқаным үшін. Мұндай нәтижесіз болған үшін, өйткені мен өзім нәтижені жақсы көрем. Бір нәрсеге киліксем, нәтижені жақсы көрем. Сол үшін сенесіз ба, анау түскі тамаққа шақырамыз деп қанша адам хабарласып жатыр. Сол жерде Майра Ильясова әпкемді мені іздеді. Бірақ бағдарлама біткесін, мен Казмедианың аялдамасында отырып өзімнен өзім ашу, ыза, өкініш, сондай эмоциялармен мен жыладым, өйткені менің еңбегімнің ақталмаған сезіндім. Содан мен үйге келдім, Майра Ильясова әпкеме хат жаздым. Апай,
елден жиналған ақшаға есеп берейік дедім. Сонымен біз бір-бірімізбен аса келісе алмадық та. Сенде күдік пайда болды ма сол кезде? Жоқ, күдік пайда болған жоқ. Маған есеп керек болды. Ол менің ақшам емес қой. Ол халықтан жиналған ақша. Сіз халықтан ақша жинадыңыз. Ол халық 500 теңгеден, 1000 теңгеден Әлібиге ақша жинап берді. Мен басқасында жүрдім, сіз жүрген жоқсыз. Мен жүрдім. Менің атымның кірлегенін, күдікке киліккенін мен қаламадым. Мен айттым, мен ойладым ішімнен, мынау ақшасы төленген адвокат болса, неге бағдарлама барысында Әлібиді 7-8 рет Алишер дейді. Сонда ол өзінің қорғап отырған адамның атын білмей ма? Қалай қорғайды ондай адамды? Қалай қорғайды? Қазір сіз мені қонаққа шақырып Гаухар деп отырсаңыз, мен қазір тұрамда кетіп қалам. Сондай болды. Содан кейін біраз уақыт өтті. Мен қайтадан сабырға салдым. Сосын ойладым, қойш деп, жарайды жаңағы, жарайды деп осыны ұмытайын дедім. Сен біраз уақыт өткесін. Өзінің әпкесі Әлібидің, одан кейін Шабыттың студенттері маған Инстаграмға жекеге жазды. Әлібиді ұрып кетті. Адвокаттар қайда деді маған. Сон менде қайтадан басталды триггер. Қайтадан басталды. Сосын мен ойладым, мен желіге жазам дедім. Бұлай сұрадым, есеп берейік деп. Ол кісі оны құп алмады. Содан кейін мен алдым да желіге жаздым. Халқым, сіздер білесіздер, біз Әліби өтеп бергенге Майра Ілиясова екеуміз ақша жинаған болатынбыз. Мен сол кәдімгідей Майра Ілиясованы отмечать еттім да. Апай, есеп берейік дедім. Ол кезде ешкім есеп бермейтін. Қазіргі уақытта, сіз білесіз, анау блогерлар сотталып кетті, Жанабиловтар ма? Анау Перизат Қайрат сотталып кетті. Сонда таңғаламын, өзімнің тағы да түйсігім, сол кезде қайда бір 4 жыл өтіп кетті ғой. Сол кезде мен біліппін, халықтан жиналған бір тиынға есеп беру керек екенін менің түйсігім сол кезде айтыпты. Сенесіз бе? Сонымен мен жазамын, Майра апай маған қарсы жазады, мен сені сотқа берем дейді. Сонымен ортамыз өте үлкен дауға ұласады. Негізі Майра Ілиясова әпкеміз менің үйіме қонып, мен ол кісінің үйіне қонып, етене жақын араласқан, әпкем өте сыйлайтын, туысымдай адам болатын. Бірақ осылай жағдай осындай болды. Мен ол баланы танымаймын. Былай қараңызшы. Мен танымаймын ол баланы. Оқиға немен аяқталды сонымен? Не болды Әлібиге? Дәл қазір жағдай қалай? 9 жылға сотталып кетті. Одан кейін мен гештальтты жапқым келді. Мұның бәрі бір жаңағы жасаған жұмысымыздың бәрі бір нәтиже әкелмегендіктен мен Әлібидің әпкесіне хабарластым да. Әліби Ақтауда екен, Абақтыда. Мен естідім, ораза ұстады деп. Дәл айт күні Ақтауға билет алдым. Шақыртым деп айттым. Ұшып келдім. Дүкенге бардым, 21 килограмм алуға болады екен. 21 килограмм тамақ алдым. Содан кейін бір адамды жалдап, анау Ақтаудың шетіндегі Абақтыға бардым. Абақтыға бардым, өмірі көрмеген адам ғой енді Әліби. Мен айттым сол жердегі адамдарға, ол менің шәкіртім деп. Бардым, кіргізді, ол кезде пандемия еді. Алла сақтасын. Мен дұшпаныма, менің негізі дұшпаным жоқ. Мен адамды дұшпан деп санамаймын. Мен айтып тастаймын да. 5 күннен кейін мен ол адаммен амандасқым келеді. Кешірім сұрағым келеді. Түсіндіргім келеді. Менің табиғатым сол. Мен ешкімге бұл подкастты көріп отырған қазаққа, орысқа, мен бір пендеге мен түрмені басып аттауын тілемеймін. Мен өмірімде сол
өзім танымайтын бір қазақтың қара домалақ баласын іздеп түрменің босағасына аттадым. Өте ыстық болды, қатты ыстық болды. Мен қатты толқыдым. Өйткені біз Әлібиге үміт бердік қой. Сол үмітті арқалап, қанша атойлап сол кезде жарыс алған блогер, жарыс алған әнші, жарыс алған жақсы жаманның жүгін мен арқаладым. Абақтыға бардым. Көрдім Әлібиді. Мен қолымнан келгенше оған басу айттым. Мен оған былай айтқан жоқпын. Ой, Әліби, қолдан келмеді деген сияқты олай айтпадым. Мен оны жігерлендірдім. Мен оған басу айттым. Мен талай жыл студент тәрбиелеп жүрген ұстазбын ғой. Мен оған басу айттым. Ол өзі негізі жетім бала. Анасы жоқ, анасы ертерек қайтыс болған. Тамағымды апардым, 21 килограмм болады екен. Мен онымен мейлінше позитивтік өзімді ұстадым, мен актрисамын ғой. Позитивтік деңгейде сөйлестім онымен. Өмір мұнымен аяқталмайды дедім. 9 жыл өтеді. УДО деген бар. Жаңағы бар ғой жеңілдіктер, амнистия деген бар. Сондайларды айттым. Сонымен мен қайтадан сол көлікке міндім. Ол көліктің сол жерде кондиционері сынды. Сонымен отельге кірген кезде дәл босағасында мен талып қалдым. Маған өте ауыр болды. Өйткені мен ішімнен өзім сол Әлібидің алдында мен өзім ісімді аяғына дейін жеткізе алмағаным үшін, тіпті жоқ дегенде адвокат жалдап бере алмағаным үшін мен өзімді кінәлі санадым. Менің отбасым бәрі осы Майра Ілиясованы қатты құрметтейді, қатты жақсы көреді. Негізі апай жұмсақ адам ғой. Мен ойлаймын, ол кісі енді біз сияқты анандай, біз енді басқа заманның адамымыз ғой, шынын айтсам. Біз басқа заманның адамымыз, ол кісі басқа заманның адам. Мен ойлаймын, сол адвокаттарға бәлкім алданды. Сосын мен ол кісіге айттым, адвокаттармен бізге договорды салайық Инстаграмға дедім. Мен де қоймаймын, қадалған жерден қан алып. Егер ол менің қақым болса, мен, ой жарайды, қайырлысы, бір бұйырғаны болар. Бір күні минус, бір күні плюс деп кете беретін едім, я? Нақты өзімнің қақым болса. Бірақ енді тағы да анау шабыттың студенттер жазады ғой. Мазамды алады, сол үшін мен түбіне дейін бардым. Ортамыз быт-шыт болды. Мен де қоймадым, ол кісі де қоймады. Тіпті бір тойға бардық. Бір тойға барсақ. Ол кісі білмегенді. Жанна деген әдемі әйел, сұлу, менің жерлесім. Немересінің тойына мені де Майра апайды да шақырған ғой. Менің көзімше мен кіріп келген кезде Майра апай ол кісіні зекі бұрысып атқанын көрдім да, өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Өзімді бұл тойда лишний сезіндім. Содан кейін көп әріптестерімнің, өйткені Майра апай продюсер ғой, ол кісінің көп жобасы бар. Көп әріптестерім маған өте ала көзбен қарады. Маған деген қарым қатынасын өзгертті. Мен сезімтал адаммын, мен бәрін сездім. Сосын менің жақын досым бар, Толқын Сейдоллақызы деген продюсер. Бір күн соған айттым. Осы Әліби үшін анау жиналған ақшаны елге есеп бергім келіп, мен осындай жексұрын болдым. Әріптестерімнің көзқарасы маған өзгерді дедім. Сонда маған досым айтты. Адамның көзі емес, Алланың көзі түзу болсын деді. Бір жылы сөз ғой негізі адамға.
Сондай әріптесің басып айтты. араласпай қойды ма сенімен? Көп адамдар маған жаңа қара тізім деген сияқты көп адамдар маған сондай ала көзбен қарады. Бірақ мен басқаша істей алмадым. Мамам да айтты, сіңлім де айтты, сіңлім заңгер. Ол да айтты, бірақ мен халықтан жиналған ақшаның кесі бар ма деп қалдым. Кесі бар ма деп қалдым. Әрине. Осы кесі мені де басқа ақша жинаған адамдарды да ұрды деп ойлаймын. Әлі де ұрады деп ойлаймын. Сол үшін халықтан ақша жинау деген өте ауыр нәрсе. Және де мен ешқашан қалған өмірімде халықтан ақша жинамауға өзіме сөз бердім. Қазір қарым-қатынастарың қалай? Араласасыңдар ма? Сөйлестіңдер ме одан? Ол кісімен сөйлеспедім, сөйлесе алмадым. Осы жақында анам бір тойға барған екен. Сол жерде анам енді қария ғой, 80-нен асқан. Мен Меруерт Түсіпбаеваның анасымын десе, ол кісі деп сондай жақсы қарапты. Негізі ол кісі жұмсақ адам. Бұл өмір ғой енді. Мен принципке тұрып алдым негізі. Шын мәнінде қоя салу керек пе еді, мен де қоймадым негізі. Бір күні ол кісі тағы да осы енді даудамай болды ғой, есеп берем дедім. Сонымен договорды сұрадым адвокаттармен. Енді ол кісі біраз жас келген адам болғандықтан алдануы мүмкін енді. Сол үшін бір жаңа немқұрайлы қарауы мүмкін. Бірақ енді мен де принципқа тұрып алдым. Өйткені сен алибиді көрдің ғой. Мен гештальтты жапқым келді. Өйткені мен өмірімде бір нәрсемен айналыссам, оны түбіне дейін жеткізем, білесіз ба? Нәтиженің адамымын. Мен жасамаймын, істегім келмейді, бір нәрсені істемеймін, негізі жалқаумын. Бірақ мен бір нәрсені қолға алсам, білесіз бе, студент кезімде киім жоқ еді ғой кезде. Иә, табу қиын. Менің өнерім бар, мен тоқимын. Студент кезімде екі жақты, двусторонний болады ғой, мына жағында, ана жағында киюге болады. Сондай ұзын, мына полға дейін, еденге дейін жететін кардиган тоқып берген ұстазыма. Сондай нәтиженің адаммын. Ұйықтамай, талмай. Сол сияқты мен енді нәтиже көргім келді, бірақ кім біледі енді. Мен осы сенің подкастың арқылы өмір қысқа ғой. Мен Майра әпкемнен кешірім сұраймын. Ол кісінің жасы үлкен. Осындай жағдай болды. Оған мен де кінәлі емеспін, ол кісі де кінәлі емес. Және де тағы да айта кетейін, мен өзімнің ақшамды сұраған жоқпын. Мен кәдімгі елден жиналған ақшаның есебін сұрадым, болды. Мен Майра ападан кешірім сұраймын. Ол кісі негізі жаны жұмсақ. Ол кісі де сені жақсы көреді деп ойлаймын мен. Енді ол кісі мені жақсы көреме, жақсы көрмейме білмеймін. Бірақ дәл осындай нәрсе болды. Ол мен ойлаймын жаңағы, мен кішімін деп аяғымды тартуым керек еді. Бірақ тағы да айта кетем, бұл менің жұмысым емес қой. Бұл маған қатысты нәрсе емес қой, менің туысымның ақшасы емес. Сол үшін мен де принципке тұрып алдым. Сондай бір мінезім бар. Бір беткеймін мен. Сол бір беткей мінезімнен мен талай таяқ жедім. Бірақ мен бір беткеймін. Білесіз ба, менің әке шешем өте жуас адамдар. Қыста біреуден қар сұрамаған адамдар. Біреуге барып сен демеген адамдар. Мен кейде ойлаймын, Құдай-ау, мен кімге тартқанмын? Мен неге сол кісілердей жасық болмадым? Мен неге сол кісілердей ұяң болмадым? Мен неге сол кісілердей сабырлы болмадым? Деп кейде өкінемін. Бірақ енді бұл менің мінезім. Мен 55-ке келдім, мен енді өзгермеймін. Мінезді Меруерт. Бір беткейлігің өзіңе жау болып тұр ғой сонда. Иә, жау болып тұр. Өйткені
сен одан кейін тоқтаған жоқсың. Тоқтамаймын. Иә, тоқтамаймын. Бірақ мен енді өзімді мақтамай ақ қояйыншы, бір беткей болғанмен жаңағы ойланбай тын адам емеспін. Мен ойланамын, мен анализ жасаймын, мен зерттеймін өзімді, мен өзімді сөгемін. Бірақ шындық тұрған жерде үндемей қалмайсың. Мен өкінетін күндерім бар, иә, өкінемін. Тіпті осы оқиғаны мен сан алуан ойландым. Мен бұл оқиғадан өте үлкен зардап шектім. Жазда, осы 25-ші жылдың жазында, мен негізі бір Гүлекем деген сауатсыз никпен бір әйелі Майра Ильясованы жақтап, артынан енді білдім қайдан шыққанын, кімнен шыққанын ол әйелдің. Бір сауатсыз, қандас оралман ба білмеймін, әйтеуір бір сауатсыз салт етек бір әйел менің қырсығымнан түсті. Көрдім тиктокта. Иә, маған мынандай жала жапты: Меруерт Түсіпбаева біреудің тойына барады да, мен сіздің тойыңызға барады екенмін да, содан кейін той біткеннен кейін ән айтып болғасын мен ақша сұрайды екенмін, сондай нәрселер айтты. Одан кейін бір 7-8 жыл бұрын біраз уақыт өтіп кетті. Қозы көрпеш Баян сұлу деген сериал түсірілген. Ол сериал сәтсіз болып, ол жерде, ол кезде ұлттық арнаның бастығы Ерлан Карин. Ол сериал өте сәтсіз болып, біздің ата-бабамыздың салтына сәйкес болмай, құндылықтарымызға сәйкес болмағандықтан, ол кәдімгідей үлкен дау тудырып, ол кәдімгідей теледидардан алынып тастаған болатын бір көрсетілгеннен кейін. Сол кезде Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз Феникс деген киносына қатысты бір ақшаны қайтарып жатқан, есіңізде бар ма? Дау болды ғой. Иә, бір дау болып жатқан. Сол кезде мен тағы да әділетті Меруерт былай жаздым: егер Тұңғышбай аға өзінің Феникс фильміне қатысты ақшаны мемлекетке қайтарып жатса, Баян Мақсатқызы да сәтсіз сериалына мемлекеттен бөлінген ақшаны қайтарсын, одан кейін кастинг жарияланып, сериал қайтадан түсірілсін дедім. Бізге керек сериал ғой ол, Қозы көрпеш Баян сұлу деген біздің эпос. Сонымен махаббатты жырлаған қос боздақтың трагедиясы. Сондай болғандықтан мен солай жаздым. Содан ол оқиға немен аяқталды? Содан мен жау болдым. Сонымен Бағым мен Баян маған жабылды. Жабылғанда мен Жүргенов атындағы өнер академиясының 3-ші курсында оқып жатқан кезде Баян сол түсіп жатқан оқуға. Баян мен жаңағы солай жазғаннан кейін маған былай жазды: бұл кім, қандай ән айтады деп анандай. Мен енді сериалға қатысты айтсам, ол менің жеке шекарамды өтіп, бұл не жасады деген сияқты сондай нәрселер жазды. Бағым екеуі қосылып маған жабылды. Өздері ылғи бірге жүреді ғой енді. Сонымен мен де тоқтаған жоқпын. Мен де айттым: тракторшыларды түсіресің бе? Жекеменшік қой. Жекеменшік проекттер ғой. Біз сауатты адамбыз. Әр мемлекеттік тапсырыспен түсірілетін дүние ол халықтың ақшасы. Ол салықтан жиналған ақша. Ол мемлекеттің ақшасы емес. Ол халықтың ақшасы. Сол үшін халықтың ақшасы қайтарылсын, кастинг жариялансын. Ерлан Карин мырза ол кезде менің Фейсбукта достығымда бар еді. Соны жаздым солай. Ол кісіні кәдімгідей отмечать етіп қойдым, белгілеп. Жауап берді ма? Ол кісі өте мәдениетті, өте тәрбиелі. Құдай-ау, енді бір ақсүйек текті. Ол кісі біріншіден ол сериалды алып тастады Фейсбуктағы шудан кейін. Екіншіден, сол кезде мен тағы бір концертке барам. Мені түсіріп алады да, Қуаныш деген ұлттық арнадағы белсенді продюсер мені алып тастайды, кесіп алып тастайды. Сіз ойлаңызшы, мен кәдімгідей ұшып барам. Мен Астанада тұрмаймын ғой, бір концертке қатысам, оны ұлттық арна түсіреді да, мені кесіп алып тастайды.
сосын мен қайтадан жазамын фейсбукқа, сонымен ол кісі қостырады, қайтадан береді эфирден. Сол үшін осындай әділетті жасаған істер үшін мен негізі Ерлан Карин мырзаға разымын өзім. Керемет, мен ойлаймын, мәдениетті, текті адам. Және де мен тағы бір нәрсені айта кетейінші. Біз өзіміз аз ұлтпыз ғой, біз азбыз ғой. Иә. Стамбулдағы халық Қазақстандағы халықтан көп, иә. Өнер адамдары сол жерден бір 10% ба құрайды екен, иә. Танымал адамдар, журналистер, блогерлер, бәріміз бір-бірімізді білеміз. Биші күйші деген, иә, барлығы бір-бірімізді танимыз. Соларға қатысты бір пікір жазсаң, сен ата жауы болып кетесің. Мен енді өзімнің жаңағы жағдайымды күйттеп отырған жоқпын ғой. Мен жаздым, өйткені әділ болсын дедім. Тұңғышбай Жаманқұлов сол кезде Феникс деген фильм үшін ақшаны қайтарып жатқан. Неге Баян Мақсатқызы Қозы Көрпеш Баян Сұлу деген сериалдың өтпей қалғанынан мемлекетке ақша қайтармайды деп жаздым. Бұл жерде қай жерден менен қателік кетті? Қай жерден қателік кетті? Ешқандай қателік кеткен жоқ. Ол мемлекеттің ақшасы. Бірақ нәтижесінде сен қуғындалдың. Нәтижесінде кім жаман, Меруерт жаман болды. Меруерт деген кім деп жазды Баян. Содан кейін мен де шықтым да айттым. Сен кім болсаң да маған бәрібір дедім. Сол талай жыл өтіп кеткен видеоны биыл анау Гүлекем деген есалаң, сауатсыз, тесе терекке темесе бұтаққа деген негізі есерлер көп қой өмірде. Сол алып шығады да тиктокқа шығарады. Содан адамдар, қазір енді Баян Мақсатқызының күйеуі Тұрсын мырза елге көп көмектесіп жатыр ғой, рахмет ол кісіге. Сондықтан енді ол кісілердің тастары өрге домалап тұрған кезең ғой, мені бұт жытымды шығарады ғой. Адамдар байыбына бармайды. Ол неге айтылды? Ол қай жерде пайда болды? Ол видео қайдан келді? Байыбына бармайды. Олар ойлайды, мен осылай отырдым үйімде, шықтым да, хайп қудым ба, білмеймін, не қылдым. Әйтеуір атып шықтым да, Баян, қоян, саян, сиыр, жаңа немен еді тағы, корова, тракторист деп сөйтіп сонымен мені жерден алып жерге салып, содан кейін анау білесіздер ғой. Рейтингті көтеру үшін неше түрлі анау көп қой, анау мәнсіз мағынасыз шмогерлар, жаңағы сайттар, әйтеуір оқырманды көбейтем деген солар салды, сондай жаз бойы сондай нәрсе болды. Одан кейін қатты таңғалатыным, енді қазір Ләззат Таныспай барды ғой. Мен ойлаймын, ол жерде тізгінді сондай профессионал қолына алғандықтан бәрі дұрыс алады деп ойлаймын. ОРТ Қазақстан деген арна, Құдай сақтасын, не қылған сорақылық. 17 жыл бұрын мен республика сарайында бір кәдімгідей республика күніне ме бір концертте, бізде концертке түсірілімдер болғанда біз фонограммамен айтамыз. Концертте түсірілім болып жатқан кезде мен түсірілім болып жатқанда мен ән айтып тұрғанымда бір кезде фонограмма тоқтаған ғой. Сол тоқтаған фонограмманы күтіп, бүйтіп еркелеп тұрғам ғой, жаспын ғой ол кезде. 17 жыл өтіп кетті оған. Соны шығарады ғой. Шығарады да ОРТ Қазақстан анандай жаңалық қылып береді ғой былтыр жазда. Меруерт Түсіпбаева ән айтып жатқанда фонограмма тоқта, бір біле деп. Рахмет ОРТ Қазақстан. Мен қазір 55-ке келдім. 17 жылдан бері түрім, бетім, сымбаттылығым, фигурам өзгермеген екен. Көрермен де оны қағып алды, бірақ енді қазір Құдайға шүкір сауатты адамдар көп қой, олар жазды мынау ескі видео ғой деп. Бірақ кейбіреулер оны қабылдап, оны қайтадан жүктеп, қуанып, шапкаларын аспанға атып, сондай прям керемет бақытқа. Менің дұшпандарым қатты қуанды ғой. Негізі биылғы жаз маған хейт жазы болды. Және айттым ғой, менің дұшпандарым бақытты адамдар. Менің дұшпандарым, мен олар біледі. Иә, мені бетім в лицо дейді ғой. Мені таниды, мені біледі. Ал мен ол дұшпандарымды негізі дұшпан деп санамаймын. Мен айттым, бітті. Болды. Неге оған қадалу керек? Айттым, ақшаны қайтарсын, мемлекеттің ақшасы қайтарсын. Ол неге мені дұшпан қылады? Мен айттым, мен халықтан жиналған ақшаға давайте есеп берейік. Где договора с адвокатами? Неге олар мені жау көреді? Менің қай жерде қателігім бар? Қазақфильмге қатысты.
қазақ фильмге қатысты да сен жаздың ба? Иә, қазақ фильмге қатысты айтайыншы. Болат Әбділманов деген Абайды сомдаған ағамыз бар. Өте сауатты адам. Жылт-жылт етіп көріне бермейді, бірақ өне бойы толған білім, өте сауатты, бір текті жігіт, текті ағамыз. Бір интервьюсының үзіндісін көріп қалдым. Өнер адамы бастық бола алмайды деді. Өйткені өнер адамы киносына ойнап, киносында спектаклінде ойнап, желіде ән айтып, тойда ән айтып, би билеп, ол сондайға жаралған адам. Өнер адамы неге бастық бола алмайды? Олар эмоцияға беріледі деді. Мен қатты қуандым, ойбой, менің осы ойымды мына кісі қалай дөп жеткізді деп. Мен сізге біраз нәрсе айтайыншы. Байбек, Бауыржан Байбек біздің қаламызды талай жыл басқарды, біздің сүйікті қаламызды. Музыкант, консерваторияны аяқтаған. Иә, трамвайдың басына су құйды Байбек. Менің кішкентай балалық шағымда түсімде көретін Алматымның бір 100 кереметі болса, соның бір кереметі қайда? Где наши трамваи? Қайда трамвайлар? Жауабы жоқ. Жауабы жоқ. Сіз ойлаңызшы, ол шамамен Қонаев атамыз мэр болғанда анау жолдар салынған. Қанша қаржы кеткен, қанша трамвай, қандай керемет еді. Менің жастық шағымның бір елесі сияқты трамвайды жоқ қылды. Неге өйтті? Егер ол өнер адамы болмаса, музыкант болмаса, бәлкім олай жасамас еді. Болды ғой, Храпунов болды, жарайды, енді ол кісіні де мақтай алмаймын, бірақ енді трамвайдың көзін құртып кеткен сол Байбек. Одан кейін министр болды, консерваторияны саксофон ба, виолончельден ба аяқтаған Арыстанбек Мұхамедияұлы, иә? Ол кісі де біраз былықтырды. Енді ол кісі қазір Алла жар болсын дейміз. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Так, одан кейін Ерлан Біләл. Ерлан Біләлмен мен олар мен оқуға түскен жылы, олар 2-ма, 3-ма курста оқыды, Тұңғышбай Жаманқұловтың курсында. Сол кезде біз картошкаға жіберді бізді, картоп жинауға. Сонымен мен енді Павлодардан келген, орысша тәрбие алған, андай дерзкий қызбын жүрген. Сол кезде Ерлан Біләл жүретін, андай көк трико болады ғой, тізесі шығып кеткен. Сонымен өте талантты жігіт қой, баянмен ойнайтын. Менің елесімде, менің естеліктерімде, жастық шақтың естеліктерінде сол көк трикосы қалып қойыпты. Ол кісі енді көтерілді, Алла тағала бақ берді ма, кім біледі енді. Сонымен бір күні мен аэропортта оны көріп қалам. Ауыз театрының бастығы ұжымды Лондонға кетіп бара жатыр екен. Содан кейін мен енді ешқашан біреуге жағымпазданғым келмейді. Өзі солай енді. Мен баянды да барлығын, жаңағы айтып отырған көп адамдардың барлығын студент уақыттан білемін. Орыстар айтады ғой, подноготная деп. Олардың тармақтарының астындағы кірге дейін мен білемін. Қалай көтерілді, кім болды, қалай жүрді, не істеді деген сияқты. Сонымен енді менің ойымда ештеңе жоқ. О, Ерлан, привет дегем ғой. Ананы көрсеңіз, маңайында ылғи анау майталмандар, Ерлан деп. Аэропортта көріп қалдым да, о, Ерлан, привет дедім. Ол ауыз театрының директоры ма? Ол менің сана сезімімде, менің естеліктерімде сол студенттік уақытта картоп теруге барғанда тізесі шығып кеткен көк триконы киген Ерлан баян тартатын талантты жігіт бітті. Сонымен маған Ерлан бітеді ғой. Ана жерде енді анандай аға апалар жүр ғой, халық артистері. Ерлан бітеді ғой. Анандай, типа, ты мразь. Мен бар ғой, мен актрисамын. Неге олай қарады? Енді Ерлан привет демеу керек еді ғой, сізде қызықсыз ғой. Басқаша амандасу керек па? Кім біледі енді қалай амандасу керек екен? Мен ойлаймын, өзім өзгермеймін мен.
мемлекеттік қызметкерлермен сонда біз басқаша амандасуымыз керек па? Кім біледі енді, білесіз ба, кеудесінен ант піседі ғой адамның. Ол деген жаңағы қызмет қолдың кірі ғой негізі. Бірақ көп адамдар ойлайды ғой, мына креслоға мен жабысып қалдым деп. Енді Меруерт Ерлан привет деп істегені ана жақта қанша халық әртісі жүр, Лондонға коллективті әкетіп бара жатыр. Содан мен жаман болып қалдым бір жағынан. Ойладым да деп, сонымен алдым да үйге келіп пост жаздым. Менде Фейсбукта және неде пост тұр, Инстаграмда пост тұр. Иә, оқыдым. Иә, мен бірақ енді жұмбақтап жаздым, сонымен бірақ кәдімгідей баян тартып тізесі шыққан көк трико киген кезің менің есіме түсті дедім. Біраз уақыт өткеннен кейін Ерлан Біләлдің жағдайы белгілі болды ғой. Сол үшін Болат Әбділманов ағамыз дұрыс айтады деп ойлаймын. Өнер адамы бастық бола алмайды негізі. Сол өнермен айналысып жүру керек. Енді Азамат Сатыбалды туралы айтатын болсам, мен ойлаймын, Азамат Назгүл екеуі де мені дұшпандарының бірі деп санайды. Ол сөзсіз. Өйткені мен көзқарастарынан көремін. Айтайын дегенім, жаңағы КТК арнасына мен өзім білем деді ғой. Жаңағы сен мәселені көтеріп сторис салдың. Ол басында мәселені көтергенде ол былай болды. КТК арнасына кәдімгідей репортаж болды. Қазақфильмге бастық болып барған кезде Қазақфильмнің ауласын автосалон жасап, Қытайдың автокөліктерін толтырып тастаған екен. Соны адамдар КТК келіп түсіріп, одан кейін Азаматтың кабинетіне барғанда, ол КТК-дан берілді кәдімгідей. Азамат былай айтады ғой, мен өзім білем деген сияқты. Мен өзім білем, өйткені мен осы арендамен Қазақфильмнің жағдайын көтеріп жатырмын деген сияқты жазады, айтады да. Сонымен мен ойлаймын, бұл Қазақфильм, Қара шаңырақ, Шәкен Айманов атындағы, менің атамның атындағы Қара шаңырақ, сонда Азаматтың атасынан қалған мұрама. Сонда сендер госслужбаға келгенде өнер адамдары, госслужбаның этикасын оқымайсыңдар ма, зерттемейсіңдер ма? Мен қазір актер емеспін. Мен эмоцияға берілуге ешқандай құқығым жоқ. Мен кәдімгідей үлкен қызметтегі лауазымдағы адаммын. Біраз енді адам іздену керек қой, оқу керек қой. Госслужбаның этикасы бар емес па? КТК-ға қалай ол солай беруге болады? Ол атасынан қалған мұра емес қой, ол Қазақфильм кәдімгі үлкен қара шаңырақ. Соның ауласына неге Қытайдың машинасын толтырдыңыз десе, эмоцияға беріліп, сондай жауап береді. Сонымен мен жаздым. Және де Аида Балаеваны, содан кейін Азаматты екеуін белгілеп қойдым. Мен екі қорқуым керек. Айтылған сөз, атылған оқ. Ойланып беру керек еді сұхбатты. Иә, сондай шынында да ол Қазақфильмнің жағдайын көтергісі келген шығар, автосалон қылып ауланы. Онда басқаша жауап бер. Өзім білем деме. Сенің ойыңша біздің отанымыз бұл. Ол қалай жауап беру керек еді? Оны өзі біледі. Бірақ анандай жекеменшік біреу ауласына, Азамат пен Назгүлдің үйінің ауласына кіріп, біреу жаңағы сен неге былай істедің деген сияқты болды жауабы. Мен ойлаймын, бұл сауатсыздық деп. Немесе Азаматтың тіреуші мықты. Азамат бірден кетті ғой, өз еркіменен Қазақфильм. Енді оны өз еркімен деп жаным-ау айта береді ғой. Адам деген. Адам өз еркімен, бір қазақ өз еркімен мына жылы креслоны тастап кетті деп маған айтшы кәне. Қайсысы? Қай қазақ? Білмеймін, енді өз еркімен кеттім деп жазады ғой. Енді жазады ғой, әрине жазады. Сенің ойыңша өз еркілермен кетпейді? Біз негізі шен құмарымыз, жаңа Танагөз жазып жатыр ғой. Қазақ негізі шен құмар ғой. Сол кезде Танагөзге қатты разы болдым, өте разы болдым. Қандай даудамай болды, бірақ қалай дөп басып айтқан. Мен негізі өзім букварь ұстап барған қазақпын да. Сол үшін кейде жетпей жатады, тілім жеткізе алмай жатамын да. Көп ойланамын. Өйткені енді ол уақыт талабы болды. Мен ана тілімді меңгердім, бірақ дәл Танагөздей мен жаза алмаймын. Танагөз ақын, респект. Өте керемет айтты. Сол жерде жауаптың барлығы бар. Негізі. Оқыған, түсінген, зерттеген адамға Танагөздің постында бүгінгі күннің
жарасы, бүгінгі қазақтың қасіреті. Негізі қазақты кәдімгідей Абайда сыбаған ғой. Содан бері ештеңе өзгермеді дейсің ғой? Ештеңе өзгерген жоқ. Ештеңе өзгермейді. Өзгермейді. Мен ойлаймын, будет хуже. Мен ойлаймын, жағдай одан да ушығады. Жағдай қазақтың айтады ғой, жаңа руханиятқа кетіп бара жатырмыз, үйтіп жатырмыз. Білмеймін, мен сенбеймін өзім. Қарасам, өзің ғана қара тізімде емес, сенің өзіңнің қара тізімің бар екен ғой. Мен соның бәрін ашық жазамын ғой. Ашық жазамын, сол үшін мен адамдар шек көреді. Содан кейін аяғын тартады, одан кейін басқа өнер адамдар ойлайды, ой, осы вечно лезет, осыған не керек деген сияқты. Одан да тып-тыныш. Бір белгілі әнші айтып еді, мен өзім парақшама тек гламур саламын. Мне Прада сумка алдым, шашымды былай істедім, мынандай сатуар алдым. Сен де неге сөйтіп отырмайсың? Сол отыру керек, өзгерем. Сөз беремін. Өзгересің ба? 26 жылы өзгеремін. Өзгеше меруерт боламын. Өзгеремін, сөз беремін саған, Айнұр. Яғни ешкім туралы ештеңе айтпайсың? Иә, айтпаймын, наверное. Жыламау үшін. Яғни өкініп қалдың ба? Жоқ, өкінбедім. Шын мәнінде жаңағы. Енді бұл менің тағдырым. Бұл менің болмысым. Мен қайтадан тумаймын. Дүниеге қайтадан қайтып келмеймін. Биыл әкем қайтты. Анам 80-нен асты. Иманды болсын. Иә, рахмет. Амин. Мен енді өзгермеймін, болды. Осылай қаламын. Әрине. Бір жағынан сенің осы шыншылдығың үшін жақсы көретін оқырмандарың бар. Иә, солай ғой. Қолдайтындар да көп. Иә, шындықты айту керек қой, шындық ашшы, шындықты айту керек. Мен ойлаймын, жаңа қоғамды солай түзетуге болады деп ойлаймын. Мен сол есеп беру туралы айттым, шын мәнінде біраз уақыттан кейін есеп бер деп кәдімгідей қудалану басталды ғой, сотталып жатыр ғой адамдар. Анау Жанабиловтар сотталып кетті, анау Перизат Қайрат сотталып кетті. Одан кейін уже блогерлар аяқтарын тартады. Әрине. Біздің әншілер астарлы ақиқатқа да шықты, білесіз ғой, жағдайды гейб өткізіп, адамдарды алдап. Енді ешкімнің қазір атын атағым келмейді. Олардың барлығы менде қара тізімде бар десем. Оны жұрт біледі, ел біледі, гейб жасап, қаншама халықтан ақша жинап, одан кейін оның бәрі өтірік болып шығып, үй берем, күй берем, машина берем, мына, деп қара халықты алдаған көп әнші болды. Оларды кезінде Дина Төлепберген де шығарды, Динаға рахмет. Сондай жағдайлар болды. Кейбір әншілер тіпті кәдімгідей қылмыстық іс қозғалды, білесіз ғой, да, пандемия кезінде. Сабақ болды деп ойлаймын. Негізі соның бәрін қою керек. Халықтан ақша жинамау керек. Халықтың ақшасының киесі бар. Жалпы өнерде интрига көп па? Мен негізі етене жақын ешкіммен араласпаймын. Ана жолы Алишер Каримов интервью берді. Сол кезде Алишерден сұрады, өнерде досың бар ма деп. Сонда Алишер еркек қой енді. Жарайды, мен енді өсекке жақын әйелмін ғой. Әйел деген еркектен негізі бір саты төмен ғой. Біз сөзге жақынбыз, эмоцияға берілеміз. Сонда Алишер айтты ғой, өнерде дос болмайды, менде өнерде дос жоқ деді ғой. Сонда мен қатты таңғалдым. Мен солай ойлаппын негізі. Ойбай, бәрібір бірмен дос, адамдар менімен дос емес деп. Мен өйткені сонда мен мінезім жаман деген сияқты. Бірақ Алишердің сөзінен кейін мен де ойланып қалдым. Вроде ешкімге тиіспейтін, ешкімде шаруасы жоқ. Алишер солай жауап берсе, онда менің жағдайым тым жақсы екен. Негізінен енді біз өнерге қарап үлгі аламыз. Өнерлі адамдарға қарап тамсанамыз. Олардың өміріне бір еліктегіміз келеді ғой. Жауапкершілігі жоғары өнер адамдарының. Айнұр, танымалдылық деген ол жауапкершілік. Кәдімгі жүк. Мен танымал болмасам, мына жерге келіп жыламас едім. Сен мені шақырмас едің. Әрине. Халық сұрады сені. Танымалдылық ол жүк, ауыр жүк. Өте ауыр жүк. Оның барлығына шыдау керек. Жаңағы
қандай тып-тыныш үндемей жүретін әншілердің өзі сөзге ілігіп жатады. Сезесің ба? Қазір өйткені әлеуметтік желі дамып кетті ғой. Сол үшін байқап басу керек әр қадамды. Ең бастысы қарапайым болу керек, халыққа жақын болу керек. Қолынан келгенше халықты ойлау керек, халыққа көмек беру керек. Сосын мен анадай нәрселерді жек көрем, мындай жазады ғой енді, тағы да ана әншілердің атын айтсам жаман болады ау. Айтпай-ақ қой. Әркім өзі мындай сөмке алдым, түсінеді. мына сөмке мұнша тұрады. Мынандай бір, ой, мен ондай нәрсені қаламаймын. Менде де қымбат сумкалар бар негізі. Бірақ соны желіге шығарғанша басқа нәрсені жазуға болмай ма? Например, мына Конституция туралы. Не айтасың Конституция туралы? Конституцияны кейбір әншілер Конституция деп түсініп жатыр. Конституция деген адамның конституциясы ғой. Ұқтыңыз ба, ұқпадыңыз ба? Ұқтым. Конституция деген екі мағынаны береді. Синоним ғой? Синоним. Иә, синоним дедім ба? Дұрыс айттым, иә? Конституция ол ата заң, және конституция ол адамның денеміз. Адамның денесі. Мен ойлаймын, кейбір менің әріптестерім конституцияны адамның денесі деп түсініп жатқан сияқты. Болды, басқа ештеңе айта алмаймын. Ал сен оны тағдыр деп қарайсың, иә? Әрине, ол елдің Біздің тағдыры. тағдырымыз шешіліп жатыр. Иә, әрине, ол біздің тағдырымыз шешіліп жатыр. Яғни сенің Ата заң. келіспейтін тұстарың бар ма? Мен жаңа айттым ғой саған, Айнұр, мен енді саған сөз берем, Айнұр. Мен негатив айтпаймын, ешкімді сынамаймын, ата заңды сынамаймын деп. Мен заңгер емеспін, сосын мен сізге айтайын ба? Парламентта әнші, биші, күйші, спортсмен, блогер, шмогерлар отырмау керек. Конституцияны, ата заңды әр тармағын зерттей алатын финансист, экономист, заңгерлер отыру керек. Әр тармағын. Мен ойлаймын, кейде өнер адамдар сол жерде неге отырғанын, не үшін отырғандарын, неге келгендерін. Осы сұрақ мені де мазалайды. Әркім өзінің жолымен жүрсе деп ойлайсың ғой. Өйткені мен өнер адамдарының, спортсмендердің, кейбір блогерлардың негізі деңгейлерін білемін, IQ-ларын. IQ-лары төмен екенін түсінемін, сезінемін. Бір ауыз сөзді құрап айта алмайтын, сол жерде не істеп отырмын деп ойлайды екен. Қалай ұялмайды екен. Халықтың қалаулысы деген ол жүк тіпті ауыр ғой. Халықтың қалаулысы болу. Сол орында отыруға ол лайық па, лайық емес па, солай өзіне сұрақ қоям екен. Таң атқанда, кеш батқанда, жалғыз қалғанда деп. Сөйтіп ойлаймын кейде. Кейде мен ойлаймын, біз айнаға қарап мысық болсақ та өзімізді арыстан көретін сияқты болып кетеді. Иә. Көп адамдар таңертең тұрады да айнаға қарап, жоқ корона басына кеді ғой. Түнде келеді да, жоқ коронаны басынан шешеді. Көп адамдар маскамен жүреді. Дәл қазіргі уақытта сондай жаңағы ырттың жұрттың жеңілтек, қалай болса солай, жаңағы бір мәнсіз, мағынасыз, тереңдігі жоқ бір нәрселерге жұртты да үйреттік біз желіде. Сіз қазір бір жарайды, Асқар Жұмаділдаев ағамызды шақырып сұхбат алыңыз. Одан кейін тағы бір басқа бір білмеймін бір, енді атын айтпай қойшы, басқа бір адамның бір жаңағы басқа бір адамнан алыңызшы, бір білмеймін, бір әйтеуір ол кісінің жанында енді жарайды менен алыңыз. Мен ол кісінің жанында салыстыруға келмеймін ғой негізі. Мүмкін емес, мені мен
Асқар ағамыз білім жағынан. білім, ой өріс, IQ, ол кісінің бойындағы тектілігі, талай жыл шетелде сабақ беріп, елге қайтып келіп, қайтадан жаңағы осы жерде өзінің сабағын беріп, қанша адамға үлгі болып, қанша адамға білім нәрімен сусындатып, қанша адамға үлгі болып жүрген ағатайымыз ғой. Былай қарасаңыз, көріңізші, сол кісіні шақырыңыз да, одан кейін басқа бір жай бір танымал әнші, бишіні шақырыңыз да, көріңізші, просмотр кімде көп болады, қаралым кімде көп болады. Дәл қазіргі уақытта Асқар ағамыз да жақсы танымалдылыққа ие болды. Дегенмен, әрине, ұсақ түйек бір салдыр салақ жаңа өсек, аяң өте жақсы өтеді. Онымен келісемін. Өте. Жаңағы біреу үйін көрсетіпті, біреу бала туған екен, анамен араласпайды екен, баласының бетін көрсетіпті. Ой, әйтеуір миллиондап қаралым жинайды ғой. Және сондай-ақ, егер біз әлеуметтік желіде біреу туралы сын айтсақ, ол да жақсы қаралым жинайды. Сені де бұл жағынан кінәлағандар бар, Меруерт? Хайп деп, Иә, әдейі істеп жүр деп. Хайп деп айтады, бірақ енді сен ол үшін істеген жоқсың ба? Хайп қумадың ба? Әлде қудың ба? Мен ішімдегі, жан дүниемдегі өзімнің пікірімді білдірдім. Ал оны көрермен, оқырман, досым, дұшпаным қалай қабылдайды? Мен оның пікірін өзгерте алмаймын, Айнұр. Әрине. Мен өзгерте алмаймын. Ол әр адам өзінің деңгейінде қабылдайды. Бір адам дұрыс деп қабылдайды. Дұрыс. Ой, жақсы болды ғой. Маған талай адам негізі арқамнан қаққан ғой. Білесіз ба? Шыншылсыз, рахмет сізге. Анау жолы сіз Қазақфильм туралы айтқаныңыз ұнады. Біз айта алмаймыз, біз қарапайымбыз, бізді тыңдамайды. Сіздей адамдар айту керек деген сияқты. Солай адамдар талай шық қойы. Қақты арқамнан. Бірақ хайп әркіммен бір ұрсады деген ондай да адамдар болды. Енді мен ешкімнің алдына барып, қазір мен жақсымын, мені жақсы көр деп айта алмаймын. Ол 2-де 2-нің 4 екенін мен баяғыда біліп қойғам. Ақтың ақ, қараның қарасы. Меруерт, жаңа сенің сөзіңде мен енді өзгерем. Ешкім туралы ештеңе айттым ғой, мен конституция туралы айтпай отырмын. Ешкім туралы ештеңе айтпаймын дедің. Бірақ дәл осылай жасасаң, сен өзіңе өзің қайшы келмейсің ба? Өйткені сенің табиғатың бөлек қой. Енді оны уақыт көрсетеді, Айнұр. Бірақ мен ойлаймын жаңағы, енді мен жасармаймын ғой. Мен де уақыт келіп жатыр, мен де қартаямын. Бір күні мен де қолымды сермеймін, ой, құрсыншы деп. Ой, маған бәрібір деп. Бәлкім мен тіпті мемлекет ауыстыруым да мүмкін. Ол менің отбасылық Ұлыңыз шетелде. Отбасылық жағдайыма қатысты мемлекеттен де негізі кеткенді қалаймыз. Бірақ енді кім біледі енді. Әрине, жаңағы көзден кеткеннен кейін көңілден де кетеді. Сол үшін мен енді бұл мемлекетте тұрмайтын болсам, бұның бәрін қоюым да мүмкін. Енді оны бір уақыт көрсетеді, шын айтсам. Мемлекетке ренжіп қалдың ба? Жоқ, ренжімедім. Мен халқымды қатты жақсы көремін. Бұл біздің Қазақстан ортақ мекеніміз. Ата-бабамыз сойылмен қорғаған мынау сырттағы дұшпан көзін тігіп отырған осындай ұланғайыр жеріміз, қанша жердің астында қанша байлық жатыр, шүкір. Оның барлығы қазақтың бағына Құдайдан берілген. Ойлаймын, отандастық дейді ғой. Мен негізі патриотпын. Мен кейде өзім бір керемет жақсы жағдайда отырып, 86 жылғы бір уақиғаларды көріп қаласың ғой. 86 жылы жастардың, боздақтардың анандай қиналып өмірден озғандар, сондайын көрем да, әп-әдемі спокойно отырған адам жылап қалуы мүмкін. Мен ойлаймын, негізі қазақ отан сүйгіш деп ойлаймын. Әр қазақтың бойында бар ол отан сүйгіштік. Ол тек қана жаңа былай айтылған сөз емес деп ойлаймын. Сонымен Меруерт Түсіпбаева күресін тоқтатады. Білмеймін, көреміз десем. Көреміз.
Завтра будет новый день дейді Скарлетт О'Хара айтқан ғой. Я завтра об этом подумаю. Сондай ақ Меруерт енді біздің көрермендер жеке өмірді жақсы көреді. Және Тредске жаздым, Меруерт Түсіпбаева қонаққа келеді. Иә. Қандай сұрақ қоясыздар деп. Ол жерде түрлі өсиеттер бар. Оқымаппын. Меруерт Түсіпбаеваға өзінің керемет бір қамқоршысы Астанадан үй алып берген дейді. Мен негізі жеке өмірім туралы аса айтқым жоқ, бірақ енді Айнұр баста осы подкастқа шақырғанда сен маған айтқансың, мен қойған сұрақтың барлығына шынайы жауап бересің деп. Мен өмірімде бір-ақ рет тұрмысқа шықтым. 24 жыл бұрын ажырастым. Шынында да ол жігіт Қимай сені барамын бейнеклипіндегі Қазақстандағы ең бірінші түсірілген бейнеклип қой. Өте әдемі бейнеклип. Әлі қараймыз ғой. Рахмет, мен оны мақтанып айта аламын. Сол бейнеклипке түскен жігіт баламның әкесі. Одан кейін біз ажырастық. Ажырасудың себебі екеуміз студент кезімізде үйлендік қой. Одан кейін менің деңгейім өсіп кетті. Мен қадамдарымды алға жасай бердім. Киноға түстім, сериалдар, концерттер, театрда Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрында басты рөлдерді ойнадым, ұлпанды ойнадым, сондай. Бірақ ол кісі Болат өте жақсы жігіт, бірақ менің соңымнан ілесе алмады. Мен үшін ер азаматтың менің соңымнан ілескені қажет емес. Алдыңда жүру керек. Қажет емес, еткені мен тым мінездімін. Бұзау сияқты соңымнан ертіп жүре алмаймын. Бірақ бір сұхбатыңда айтыпсың, мен енді өзімнің жарты жұбымды тапсам, үйде тып-тыныш күтіп алып, тамағын жасап отырам деп. Иә. Соған енді жеттің ба? Ол кезде ондай болмадың, иә? Енді жеттім деп айта алмаймын. Мен талай жылдар бойы сол ажырасқаннан кейін бір адамды жақсы көрдім. Және дәл қазіргі уақытқа дейін сол кісімен мен араласамын. Және де мен жасырмаймын. Ол кісіге деген менің баянсыз махаббатым болмағанда, мен осындай жаңағы сызылтып лирикалық әндерді хит қылмас едім. Менің барлық әндерім сол кісіге арналған. Соңғы ән? Мендей сүймес. Мендей сүймес деген соңғы ән өте танымал болып жатыр. Кеше Фейсбукқа салып қойсам, қаншама зиялы қауым отырады ғой Фейсбукте. Сілтемесін жіберіңіз деп солай жазған екен. Рахмет оқырмандарға. ТикТокта да түсіріліп жатыр. Иә, сондай бір керемет ән. Егер мен сондай ер азаматқа сондай сезімді сезінбесем, мен қаншама хитті дүниеге әкелмес едім. Жанаға, Ақжауын, Қимай сені барамын. Баянсыз дегенді түсінбей қалдым. Бірге тұрасыңдар, бірақ баянсыз ба? Қалай? Мен ол кісімен бірге тұрмаймын. Бірақ біздің қарым-қатынасымыз өте жақын, өте жақсы, бірақ біз бөлек тұрамыз. Басқа отбасы бар ма? Жоқ, ондай емес, бірақ біз бөлек тұрамыз. Енді кім біледі, уақыт көрсетер. Мен ойлаймын, менің мінезімнің қиындығы бұл жерде өте үлкен әсері бар деп ойлаймын өзім. Содан кейін өзгерейін деп жүрсің ғой, Дәл қазіргі уақытта, Айнұр, мен тұрмысқа шығуды армандамаймын. Барлығы өтті, кетті. Бір енді жақсы қарым-қатынастамыз ол кісімен, бірақ мен дәл қазіргі уақытта... Екеуің араларында махаббат бар ғой, иә? Мен ойлаймын, мен енді ол кісіні сүйемін, ол кісі мені сүйеме сүймейме мен білмеймін десем. Ұзақ жылдардан біргесіңдер. Иә, енді оны жаңағы кейде білесіз ба, кейде махаббат анандай әдетке айналып кетеді ғой, комфорт, әдет. Қанша жыл болды бірге болғандарыңа?
осыны айтшы Меруерт. Біраз уақыт өтіп кетті. 20 жылдан асып кетті. 20 жылдан бері Иә. бөлек тұрасыңдар, бірақ бір-біріңе махаббат бар. Білмеймін енді, мен ойлаймын, ол кісі мен үшін қымбат адам, ол кісі мен үшін әлемдегі ең жақсы адам, ол кісі мен үшін ең білімді адам, ең сауатты адам. Бірақ енді кім біледі, жаңағы шын ғашықтар қосылмайды дейді ғой, білесіз ба? Мүмкін ол саған сен сияқты эмоциямен білдіре алмағаннан кейін солай ойлайтын шығарсың. Менде бір ән бар тыңда, ол Мұқағалидың сөзі ғой. Екі жақсы қосылмайды дейсің сен, тағдыр қосса мен ақшаман болайын. Солай, енді жағдай сол. Бірақ шүкір, менің жанымда адам бар, ақыл сұрайтын. Материалдық тұрғыдан көмектесе ма? Қалай айтсам болады? Мен Құдайға шүкір өзімнің қолым өзіме жеткен әйелмін ғой. Менің арендада біраз ғимараттарым бар. Шүкір, балам да өз бетімен өмір сүріп, ақшаны өзі тауып, өз-өзін асырап жатқан жан. Және де осы орайда тағы бір нәрсе айтып кетейінші. Кейде мен тиктокқа тікелей эфирге кірем. Сол кезде ерігіп боянуға барам да, тиктокқа кірем. Сол кезде мектепте оқитын балалар кіреді батылға. Сол осы сенің подкастыңды көріп отырған ата-ана болса, менен үлгі алсын деймін. Өйткені мен балама былай айтатынмын кішкентай кезінде. Білімің болса, сен кімнің баласы болса да, алдыңда тұрған, патшаның баласы болса да, ханның баласы тұрса да, сен одан 2 есе биік тұрасың деп айтатынмын оған. Сол үшін мен балама білім бердім. 33% мемлекетті балам аралады. Римбай тілді меңгерді, қазір өте белгілі компанияда жұмыс жасайды. Сол үшін мен өзімнен инсайт, жалғыз бастана ретінде балаларыңызға білім беріңіздер. Тикток, Инстаграм, шорт-морт барлығын құртыңыздар. Сотканы шектеңіздер, гаджетті шектеңіздер. Бала тіл үйрену керек, өйткені дәл қазіргі баланың оқушы кезеңі жады қатты жұмыс істеп тұрған кезде, бәрі тап-таза тұп-тұнық кезінде ол тілді меңгере алады. Тілді меңгермейтін бала жоқ. Біздің қазақтың коды сол. Біз кез келген тілді өзіміздің тіліміздей меңгеріп сөйлей береміз. Сол үшін мен ойлаймын, жаңа баяғыда бізді ата-анамыз былай тәрбиелеген. Орыс тілін білмесең аштан өлесің деп. Ал қазір ағылшын тілі. Ағылшын тілін білмесең аштан өлесің деп мен баламды солай өсірдім. Сенің бойындағы маған бір қасиет ұнады. Өте заңдық тұрғыдан да, адамдық тұрғыдан да өзіңнің бірінші жолдасыңнан алимент сұрамағаның. Дәл қазіргі уақытта көбі алименттің артынан әйелдер жүгіреді. Мен айтам, кейін балаларыңыз әкесіне төлеу керек деп. Соны естіп сенен, қандай сауатты дедім. Дұрыс айтасыз. Ол балаға жүк қой. Мен ажырасқанда кәдімгідей заңды түрде кәдімгідей алименттен бас тарттым. Өйткені шүкір, мен не үшін атақты адам болып жүрмін, Құдайдың берген бір тал баласын асырап сақтай алмасам? Не үшін? Мен өзімнің баламды ешкімнің алиментсіз, ешкімнің көмегінсіз жеткізе алатыныма сенімдімін. Сол үшін отказ бердім. Балаңыз әкесімен араласа ма? Негізі балам қатты тұйық. Содан кейін менің жабылмаған гештальттарымның бірі, мен баланы өсірмедім. Мен ойладым, жаңағы балаға білім беруім керек, балаға жағдай жасауым керек. Дедім да, жұмыс жасап жүре бердім. Балам баяғыда қазақ-түрік лицейінде оқыды ғой енді. Сол кезде ойлаңызшы, ол дүйсенбі интернатқа барады да, жұма күні интернаттан келеді. Мен той-томалаққа, концертке жұма күні ұшып кетем да, жексенбі кешке немесе дүйсенбі таңертең келем, ол кезде бала қайттан интернатқа кетеді. Сол кезде көптен бері осы есіме түсіп жүрген нәрсе, мен балама
отойди, я спешу деп айтады екенмін. Енді бала шешесін көріп қуанып көрмегендіктен көп көрмейді ғой, сонымен жүгіріп келеді ғой жаныма, мама былай деп, отойди, я спешу. Болды, қаш. Солай өсіріппін баланы. Сол үшін мен анам менің ұстаз Рымкеш Төлегенқызы 35 жыл бойы үзбей кішкентай класстарға, бастауыш класстарға сабақ берген ұстаз. Менің анам тәрбиеледі. Гүлсара деген сіңілім бар, сол кісі көмектесті баламның тәрбиесіне. Алла тағала қолдады. Өзінің туыстармен араласпайды, бірақ? Жоқ. Негізі балам интроверт. Сен қарсы болған жоқсың ба? Жоқ, мен қарсы болмадым. Негізі балам интроверт, маған да қатты ашылып. Өзі тұйықтау болды ғой. Иә, тұйық бала, интроверт, және де оның өзінің мамандығы да сол, IT саласы, сол үшін. Ол жаңағы ажырасқаннан кейін әкесімен араласпады деген әңгіме емес. Ол менің өзіммен біздің ортамызда кәдімгідей бір дистанция бар. Тамаша. Енді мендей сүймес. 55 жастасың. Иә. Махаббат туралы ұзақ жырлап кеткен жоқсың ба, Меруерт? Яғни ер мен әйелдің арасындағы махаббат туралы. Дұрыс айтасың. Мен ойлаймын, жаңағы бір кем дүние дейді ғой. 4 құбыласы тең, адам жоқ бұл дүниеде. Сол үшін мен осы бір-ақ рет күйеуге тиіп, талай жылдар бойы ажырасқан әйел ретінде жүргеніме мен өкінбеймін. Мен қабылдадым тағдырымды. Және де дәл қазіргі уақытта мен прямо жүгіріп келіп біреу маған үйлене қалады деп те айта алмаймын. Оған сенбеймін де. Және де дәл қазіргі уақытта маған күйеудің де қажет емес деп ойлаймын. Балам есейді, мен гештальттарды жабуым керек. Баламды өсірмедім, баламды тербетпедім. Енді немере бағасың ғой. Немере бағуым керек. Сонымен Астанада пәтер алып берген қамқоршы бар ма, жоқ па? Осы өсекке жауап берейікші. Бар. Алып берді ма? Негізі ол кісінің үйі түгілі, менде негізі үй көп қой. Ол бір маған таңсық нәрсе емес ол. Сыйлығының бір бөлігі ғана дейсің ғой. Негізі мен ол кісі үй алып бермесе де менің өзімнің жағдайым, үй алуға жетерліктей жағдайым бар ғой. Менің Астанада 3 пәтерім болды. Біреуін саттым, біреуін алдым, біреуін саттым, біреуін алдым деген сияқты. Сол үшін енді кезінде сыйлық болды. Бірақ ол үй жоқ қазір. Оны мен сатып жіберген баяғыда. Сатып ақшасын айналдырып біраз үй алып алдың ғой, Енді бұйырғаны ғой. Біреуден ілгері, біреудің алдында, біреудің артында жүрген жағдай бар. Ең бастысы жаңағы бас аман болсын. Дәл қазіргі уақытта осы соғыс болып жатыр әлемде, соғыс, сол тыныштық болсын деймін. Елдің жағдайы түзелсе екен деймін. Әр қазақтың өзінің үйі болса екен деймін. Оны жаңағы біздің қыздарға жұбайы сыйлай ма, туысқаны сыйлай ма, жақыны сыйлай ма, кім сыйласа да жаңағы әр қыздың басында баспана болса екен деймін. Кейде бір қарекет қорын көрсетіп қалады ғой. 8-9 баламен мына вагонда алып біз осылай істедік деп көрсетіп жатады ғой. Сол кезде енді әрине мен қарным ашады. Біз негізі сол Дубайдағыдай, арабтардай өмір сүретін халықпыз. Ол туралы кезінде Нұрсұлтан Назарбаев та айтқан болатын. Білесіз ғой, бәріміз 2030-ды күттік қой. Мен ойлаймын, жақсылық болады. Ең бастысы сол енді тыныштық болса екен әлемде. Құдай қаласа. Меруерт, тағы да айтарың бар ма? Айтарым жоқ, әңгіме бітті. Әңгіме бар да, бүгінше әңгіме бітті да. Әңгіме бітті. Көрермендерге сол өзім ренжіткен адамдарың болса кешірім сұрап, не болмаса. Мен ешкімді ренжіткен жоқпын. Негізі мен әділ болуға тырысамын. Ешкімді ренжіткен жоқпын. Қазақстан біздің ортақ мекеніміз. Елімізде болып жатқан жайтқа, жағдайға, бір қиындықтарға
өзімнің пікірімді білдіруге құқылымын. Өте Және де дұрыс. ол жаңағы мені дұшпан санап кеткен адамдар, олар ханның баласы емес, ханның қызы емес, жай бір қараның балалары, қыздары. Мен ойлаймын, шектері жарылмайды, өті жарылмайды, қабылдайды. Одан кейін халық қосылады маған десем. Өте дұрыс айтасың. Бізде бір сын айтылып қалса, Иә. бір-бірімізді ата жау көріп кетеміз ше. Сол. Жақында Ксения Собчак мысалы. Иә. Біздің Сабуров. Сабуровты қолдады. Ал Иә. біздің Сабуров не деді? Ксения туралы? Былай қараңызшы, Ресейде былай бізге қарағанда демократия көп. Бізде енді сол қазақтың анау несі бар ғой, тамыр таныс деген ұят болады деген сияқты бүйтіп анау етеміз. Жоқ, мен ондай емеспін. Құдай сақтасын, қазақтың ипалы, етегім жабық деген сияқты сондай біз анандай көп маскамен жүреміз ғой негізі. Кезінде Сабуров кәдімгідей стендапқа шығып, Собчакты лошадиная морда деп айтты ғой. Солай деген. Ал енді қазір Сабуровтың басына күн туғанда Собчак шықты да жазды, Яғни қолдады. Собчак бұл жерде Сабуровты қолдаған жоқ. Ол системаға қарсы ойын айтты. Сол арқылы Сабуровты қолдады. Иә. Солай ғой. Енді ал бізде Қазақстанда біреуге бірдеме айтып көр, болды. Сен кімсің? Сен қандай ән айтып едің? Не қылдың? Бір нәрсені өздері қатырып тастағандай. Солай. Иә, бір-бірімізге ренжімейік, керісінше білсек бөлісейік, иә. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Менің өз мінезім бар, сенің өз мінезің бар. Әркімнің өз тағдыры бар. Бұл өмір болғаннан кейін өмір тартыс, өмір бәйге, өмір дода. Сол додада біз алдына да шығып кетпей, артта да қалмай өмір сүріп жатқан пенделерміз. Көп рахмет, Меруерт. Мен сұхбатқа алдын ала кездескен кезде шынайы боласың ба деп едім. Қалай ойлайсың? 100% шынайы бола алдың ба? Иә, 100% шынайы болдым. Сен қойған сұрақтардың барлығына шынайы жауап бердім. Адам болғаннан кейін адам қателеседі, қиналады, жылайды, күледі. Адамда әртүрлі эмоция болады. Адамда әртүрлі эмоция болады, бұл өмір. Дұрыс. Мен де солай ойлаймын. Сенің шынайылығыңды сездім. Сондай керемет өзім әсер алдым. Шын айтқанда маған да өнер саласы алыс емес. Мен бұл жайттардан хабардармын. Сондықтан бүгін дәл қазір сіздердің алдарыңызда Меруерт Түсіпбаева жан дүниесімен ашық бөлісті. Қолдай кетіңіздер, пікірлеріңіз болса жазыңыздар, лайк басыңыздар, біз соған лайықтымыз деп ойлаймын. Содан кейін жақсы комментарий жазған, өзіме ұнаған оқырмандарға, 2 оқырманға менен сыйлық бар. Вау, қандай? Оқырмандар біледі, мен біраз уақыттан бері бір бас киімдерді көрсетіп, бас киімдерді сатып жүрмін. Сол 2 бас киімді 2 қызға сыйлыққа беремін. Яғни осы сұхбаттың астына пікір жазсаңыздар, Меруерт сіздерге өзінің қолынан шыққан 2 тақияны сыйлаймын дейді. Ол жігіт болсын, қыз болсын, бәрібір. Сондықтан бәріңізден пікір күтеміз, біз сіздерді жақсы көреміз. Сіздер болмасаңыздар, біз де жоқпыз. Аман, сау болайық.